Әйелдер футбол командасы негізі Екібастұзда болған. Өткен ғасырдың 90 жылдарында 3 жылдай ойнап, сол қысқа уақыттың ішінде тәуір нәтижелер көрсеткен екен. Сол әйелдер командасының ойыншысы Аида Хачатурян енді міне өзі бапкер болуға жарапты. Павлодарда спорттың ойын түрлері мен мүгедектерге арналған жаңа спорт мектебі ашылды. Онда әйелдер футболы секциясы да бар. Мен өзім Екібастұзда сол спорт мектебінің филиалының өкілі ретінде жұмыс жасаудамын. Әзірге жалғыз жаттықтырып жүрмін. Негізінен 24-ші мектептің балаларын жаттықтырудамын. Осы сәтті пайдаланып, сол мектептің директоры Құралай Рахмашеваға алғысымды білдіремін. Балаларды спортқа баулы деп спорттық залым беріп отыр. Енді осы шарадан кейін біздің жұмысымыз алға басады деп сенеміз. Осылай біздің қалада қыздар командасы ұйымдастырылды. Қыздардың алды 14-тен асса, кішілері 7-лер шамасында. Олар екі топқа бөлініп жаттығатын көрінеді. Ал команданың тұсаукесеріне келген спорт ардагерлері өздерінің жақсы тілектерін білдірді. Құрметті қыздар, бүгін сіздерді құттықтаймын. Әйелдер футбол командасы қайта жаңғыруда. Әлемдегі нөмір 1-ші спорт түрі футбол екені белгілі. Сондықтан дұрыс талғам жасадыңыздар деп сенемін. Табыс тілеймін. Жаттықтырушыларыңды тыңдасаңдар, барлығы жақсы болуы тиіс. Бұдан басқа өсілектердің Ғаббас Жакенов, Қабиб Алтайбеков, еңбек сіңген спорт шебері Людмила Симутина, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Елена Полупановалар да білдірді. Демеушілік жасап отырған Актимум Беа Қазақстан кәсіпорнының бас директоры Уве Граф қыздар командасының сәт-сапар тілеп, доптарды сыйға тартты. Алдағы уақытта қыздарымыз доппен жұмыс жасауда футбол мектебінің балаларынан қалыспайды деп сенеміз. Балаларының ісін ата-аналары қолдауда. Бұл шараға олар да өздерінше дайындалып келіпті. Сыйлықтар берілгесін естелікке сурет. Қыздар футбол командасының тұсауы кесілді. Оларға бізде ақ жол тілейміз. Аяқ доқпа қызығушылық танытқан қыздарымызды 24-ші мектепке шақырамыз. Сол жерден футболшы қыздарды оларды жаттықтыратын жаттықтырушыны ел біріншілігінің жүлдегері Аида Хачатурянды таба аласыздар.